Ілгеріде бір патша түс көреді. Түсінде аузындағы барлық тістері опырылып түсіп қалған екен. Ұйқысынан шошып оянып, бірден түс жорушыны шақыртады да түс жорып беруін бұйырады. Ол сәл ойланып тұрып, жоғары мәртебелім, түсіңіз жаман жайтты меңзеп тұр. Жанұяңыздың барлық мүшесі көз алдыңызда қайтыс болып, сіз жалғыз қалады екенсіз, дейді. Бұл сөздерді естіп, патшаның түрі бұзылып кетеді. Түс жорушыны тас зынданға тастайды да екіншісін шақыртады. Патша көрген түсін баяндап ауыз жиғанша ол «Бәрекелді патшам, құттықтаймын» деп айқайлап жібереді. Күтпеген жайтқа таңырқаған патша «Не болды?» дейді дегбірсіздене. Түс жорушы, сіз жанұяңыздың ішінде ғұмыр жасап, ең ұзақ адам болады екенсіз, дейді. Патша «Рас айтасың ба?» дейді сеңніңкіремей. Түс жорушы «Әрине» дейді. Патша қатты қуанып, екінші түс жорушыға мол сый-сияпат беріп қайтарған екен. Қызық, бәрінен ұзақ өмір сүрсе, жанұясының барлығы одан бұрын дүниеден өтеді емес пе? Негізгі екі түс жорушының айтқаны бірақ нәрсе. Мәселе ол екеуінің жеткізуі тәсілінде жатса керек. Түсті жағымды сөзбен жорыған кісі сыйлыққа кенелді. Даналық дегеніміздің өзі осы болса керек.